Саламатсыздар ма әріптестер, балдарыңыз қалай? Сіздерді алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін алғыс айту күніне сіздерге алғыс ретінде керемет платформа десек те болады, ойын құрастыруға арналған бағдарламамен таныстыратын боламын. Бұл бағдарлама көріп тұрғандарыңыздай Make It деп аталады. Ең алдымен Make Up деп іздеу жолағына жазамыз. Одан кейін сол сайтқа өтеміз. Ол сайтқа өткеннен кейін дәл осындай жұмыс аймақтар ашылады. Бізге Make It Up программасын, яғни бағдарламасын өзіміздің компьютерімізге немесе ноутбугымызға орнатып алуымыз керек. Ол үшін Windows-ға арналған программасын, бағдарламасын жүктеп аламыз. Жүктеп болған соң міндетті түрде компьютерімізге орнатып алуымыз қажет. Орнатып алғаннан кейін бағдарламамызды ашамыз. Бағдарламамызды ашқаннан кейін бізге дәл осындай жұмыс аймақтары ашылатын болады. Көз алдарыңызда тұрғандай көптеген шаблондар бар. Өзімізге қажетті шаблонды таңдап алып, New Project-ті басамыз. New Project-ті басқаннан кейін қандай проект создавать етесіздер? Жасайсыздар, мен лайықты ұстаз проектісін жасадым. Одан кейін ойын немесе квизді таңдайсыздар. Мен ойынды таңдадым. Ойынға қажетті шаблонды таңдап аламын. Одан кейін қандай ойын құрастырамыз, соны таңдап алуымыз қажет. Ең бірінші парақшасына мен қандай ойын құрастырамын, сол жайында кішкене ақпарат бергім келіп тұр. Ол үшін жоғары жақта плюсті басамыз, яғни қосу. Одан кейін текст, image, sound, video, drawing, инструкция деп тұр. Осынан қайсысы қажет бізге, соны басамыз. Мен текст таңдадым. Осы жерге қандай ойын құрастырып жатырмын, сол жайында кішкене ақпарат жазып кететін боламын. Қарап отқандарыңыздай текстті жазасыздар. Одан кейін тексттің түсін төменгі жағындағы түстермен өзгертуге болады. Одан плюсқа барып image-ді таңдап, өзіміздің компьютерімізден немесе ғаламтордан суреттер алып қоюымызға болады. Одан кейін ойын шаблондарына көшеміз. Біз қандай ойын құрастыруымыз келеді? Мына жерде қарап тұрғандарыңыздай көптеген ойындары бар. Енді біз сәйкестендіру ойынын жасап көрейік. Енді қараңыздар, мына жерде бізде ұяшықтар берілген. Яғни сол жақтағы ұяшықтарға біз суреттерімізді қойсақ болады. Ал оң жақтағы ұяшықтарға біз сәйкестендіретін суреттерімізді қоюымызға болады. Ұяшықтың үстінен бассақ, бізге сурет қоюды сұрайды. Біз ғаламтордан немесе осы компьютерден қойсақ болады. Әрі қарай бұл жерде қандай текст тұру керек? Текстке барып, текстті жазатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай мен кітап деп жаздым. Одан кейін төменгі ұяшыққа автомобиль деп жазып қойдым. Одан кейін сол жақтағы ұяшықтарға автомобильдің суреттерін, яғни машинаның, көліктердің суреттерін қойдым. Одан кейін жаңағы кітапшалардың суреттерін қоятын боламын. Енді қалай сәйкестендіреміз, соны көрсетемін. Суреттің үстінен басып, таргетке барамыз. Одан кейін бізде А және Б деп тұрады. Яғни бізде А дегеніміз кітап, екінші Б дегеніміз автомобиль. Яғни автомобиль көліктердің үстіне барып, таргетті басып, өзіміздің қалаған сәйкестендіруімізді жасап қойсақ болады. Жасап болғаннан кейін жоғарыда play батырмасы бар, сонымен тексеріп қарап көрейік. Көліктерді автомобильге апардым, одан кейін кітаптарды кітаптарға апардым. Бұл енді сіздерге оңай ретінде, мысал ретінде жасап отырмын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша, идеяларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Сол жақ қапталда төменгі жағында плюс батырмасы бар. Қосу батырмасы сол жерден біз өзімізге тағы да бір ойынды құрастырып көрсететін боламын.
Сіздер қарап, мұқият түсініп алыңыздар. Сіздермен болған лайықты ұстаз жобасы бізбен бірге ұстаз деген атқа лайық болуға шақырамын. Сау болыңыздар.